Smiles Create for People's Book for Kazakhstan Model 4, page 56, 57, 58. Саламатсыздар ма құрметті оқушылар, бүгінгі сабақта 16-шы жаттығудан бастап талдайтын боламыз. Exercise 16, listen and repeat, then match. Тыңдалымды тыңдап, қайталайсыздар және сәйкестендіресіздер. First A. Computer programmer. Компьютер программисті. Second, mechanic. Third, nurse. Мейірбике. Fourth, electrician. Electric. Fifth, shop assistant. Ол picture D. Дүкен сатушысы. Six, news reporter. Жаңалық репортері. Seventh, waitress. Даяшы. Ninth, photographer. Фотограф. Ninth, dentist. Dentist маманы. Tenth, architect. Архитектор. Ол B суретіне тура келеді. Exercise 17, read and complete. 17-ші жаттығуды оқыңыз және толықтырыңыз деген. First, my father can fix his own car. He is a mechanic. Second, Asel works at hospital. She is a nurse. Asel ауруханада жұмыс жасайды. Ол мейірбике. 3. I can design computer games. I'm a computer programmer. 4. Kanat works at the TV station. He is a news reporter. 5. My sister works at a cafe. She is a waitress. Менің әпкем кафеде жұмыс жасайды. Ол даяшы. 6. Mr. Aronov designed our house. He is an architect. Mr. Aronov біздің үйіміздің дизайнын жасаған. Ол сәулетші. Exercise 18, listen and match. There is one extra job. 18-ші жаттығуда тыңдалымды тыңдайсыздар және сәйкестендіресіздер, және бұның ішінде біреуі артық, бір жұмыс артық. Children. Simon, Tina, Bob, Kelly, Nick. Солардың жұмыстарын қандай мамандық иесі екенін табуларыңыз қажет. Simon, picture B, dentist. Tina, picture D. Bob, picture E, photographer. 4. Picture A. Kelly is a computer programmer. 5. Nick is news reporter. Picture F. Study spot. Dr. Green, Dr. Black, Dr. Brown. Dr. Black is the tallest of the three. Қара доктор ол ең ұзыны деген үшеуінің арасында. Dr. Green is the youngest in the hospital. Dr. Green ауруханадағы ең жасы. Бұл жерде бізде күшейтпелі шырайдың ережелері берілген. Tall, taller, tallest. Big, bigger, biggest. Big деген үлкен болса, bigger үлкенірек, biggest ең үлкен деген мағына береді. Easy, easier, easiest. Жеңіл, жеңілірек, ең жеңіл. Good, better, best. Жақсы, жақсырақ, өте жақсы. Bad, worse, worst. Жаман, жамандырақ, өте жаман. Бізде good, bad деген ол ережеге бағынбайтын сын есімдердің тізімі бар. Сол үшін де олардың жасалу жолы өзгешерек. Жаттап алуларыңызға болады. Енді келесі тапсырмаларды орындайық. Exercise 19, look, read and complete. 19-ші жаттығуда қараңыз, оқыңыз және толықтырыңыз деген. My neighbors, менің көршілерім тақырыбы бойынша. This is Mr. Harris. He is a mechanic, but he has got the slowest car in the world. How funny. Бұл Mr. Harris, ол механик, бірақ оның көлігі әлемдегі ең баяу көлік. Қандай күлкілі. This is Mrs. Smith. She lives next door to us. She's the kindest nurse of all. She always looks after the people when they are sick. Бұл бізден кейінгі үйде тұратын Смис ханым.
Ол ең жақсы мейірімді мейірбике. Және ол әрқашан адамдарды ауырған кезде қарайды. Mrs. Carmen lives opposite my house. She is a waitress and her cafe sells the tastiest cakes in our village. Yummy! Кармен ханым біздің үйімізге қарама-қарсы үйде тұрады. Ол даяшы және оның кафесіндегі сатылатын торттар, бәліштер ауылдағы ең дәмдісі. Look at Mr. Young. Mr. Young is an architect and so he has got the biggest house in the village. Wow! Мистер Янға қараңыздар. Яң мырза сәулетші, және ол ауылдағы ең үлкен үй соныкі. Вау деп тамсанып тұр. These are my neighbors and they are great. Бұл менің көршілерім және олар тамаша деген. Make your own my neighbors project, present it to the class. Сіз де өзіңіздің менің көршілерім тақырыбы бойынша проект жасап, сыныбыңызға көрсетуіңізге болады. Келесі бетте жаңа тақырып My favorite community helper тақырыбы бойынша exercise 20 listen and read then answer. 20 жаттығуда тыңдалымды тыңдайсыздар және оқисыздар, кейін жауап бересіздер астында сұрақтарға. Miss Taylor is our school bus driver and she is my favorite community helper because she is the friendliest person I know. She always has the biggest smile on her face. Тейлор ханым біздің мектептің автобус жүргізушісі. Ол менің ең сүйікті қоғамдық көмекшім. Себебі ол өте мейірімді адам, мен білетін. Оның жүзінде әрқашан ең үлкен күлкі бар. Miss Taylor is a very busy woman. She gets up early every day to clean the school bus and check the tires. Тейлор ханым өте жұмысбасты әйел. Ол таңертең ерте тұрып, күнде мектеп автобусын тазалайды және дөңгелектерді тексереді. Then she has to go around town and pick us up for school from 6 different bus stops. She always plays music for us on our way to school. Her favorite singer is Taylor Swift. Содан кейін ол қаланы аралап, 6 түрлі аялдамадан алып бізді мектепке апаруы қажет. Ол әрқашан бізге мектепке барар жолда музыка қойып береді. Оның сүйікті әншісі Taylor Swift. Miss Taylor loves music and in her free time she is a DJ at the local radio station. She calls herself DJ Tail. She also loves singing and she is the lead singer in an all-girls band. With her friendly smile and her love of music, Miss Taylor is the best bus driver I know. I like her a lot. Miss Taylor музыканы жақсы көреді және бос уақытында жергілікті радиостанцияда DJ болып жұмыс жасайды. Ол өзін DJ Tail деп шақырады. Ол сондай-ақ ән айтқанды жақсы көреді және ол барлық қыздар тобының әншісі. Өзінің мейірімді күлкісімен және музыкаға деген сүйіспеншілігінен Miss Taylor мен білетін ең жақсы автобус жүргізушісі. Мен оны қатты жақсы көремін. By Susan Smith. Бұл Susan Smith'тің жазғаны. Енді астындағы сұрақтарға жауап берейік. First, what's Miss Taylor's job? She is a school bus driver. Second, what does she do before she starts work? She gets very early to clean the school bus and check the tires. 3. Who is her favorite singer? Her favorite singer is Taylor Swift. Оның сүйікті әншісі кім деген сұрақ қойылған. 4. What does she do in her free time? Ол бос уақытында не істейді? She is a DJ at the local radio station. Exercise 21. Read and choose. 21 жаттығуда оқыңыз және таңдаңыз деген. First, Miss Osmanova is a school bus driver.
She takes us to school. Second, I think the tire is flat. We need to change it. 3. Postmen deliver letters. They keep them in their bags. Пошташылар хаттарды жеткізеді. Олар хаттарды сөмкелерінде сақтайды деген. 4. The camera is on the table. Can you bring it to me? Үстелдің үстіне камера тұр, маған алып бере аласың ба деп сұраған. 5. The nurse is coming. Tell her what's wrong. Portfolio. Келесі тапсырмада talk with your friends, досыңызбен сөйлесіңіз, then write about your favorite community helper. Өзіңіздің ең ұнатқан қоғамдық көмекшіңіз туралы жазуыңыз қажет. Мына жерде үлгісі берілген. Кез келген адамның атымен жазсаңыз болады. Ал мына шеттегі суретке қарасаңыздар, сіздерге кеңес ретінде берілген қалаған қоғамдық көмекшіні жазуыңызға болады. Полиция қызметкері болсын, мейірбике, мұғалім болсын, идея алып жазуларыңызға болады. Осымен 58-ші беттегі тапсырмалар аяқталды. Сабақ сіздерге пайдалы, түсінікті болған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. See you soon. Келесі кездескенше.